Адамды Алланың өзі жазасын береді деп ойлаймын. Сол себепті аса бір қатты уайымдап тұрған жоқпын. Сол қайыры болады. Сол садақа алған адамға мүмкін қатты керек болған шығар. Сол себепті мен енді адамда бостан босқа ұрлық жасамайды деп ойлаймын. Сол садақа болсын деп есептеймін. Сол достар, басқа не айтам? Алған адам мен алдым деп айтпайды. Ол 1000-нан 1, 100 мыңнан 1 болады нәрсе. Қайыры. Бірақ жәндегі достарым жаңағындай ренжіп жатыр. Ренжитін шығар. Мен де ренжідім. Мені жағдайыма түссе, олар да солай жасайтын еді. Одан да зорын жасайтын бет деген сияқты ғой. Әке-шешелеріне өтіп кетіп жатса, кешірім сұраймын, ренжіме. Доброе утро, достар. Мен студияға келдім. Қазір бізде дайындалық басталады. Мына жерде отырған Аки. Фирменная посадка. Көрсетші. Вот так она сидит. Ана жерде бір нәрсені шешіп жатқан Абла. Негізі Ханды босанғалы, көбіңіз білесіздер ғой, басын бастаймын да, соңына дейін бара алмай қала берем. Бірақ осы жолы өзімнің денсаулығым үшін Алла жазса 90 күн барғым келеді. Былтырлары бастап келатам дағыны жұмыс істеуім керек деп, неде арықтау деп сөйтіп қалып кететін. Биыл 3 жылдан бері емдей алмай жүрген нәрсемді емдеймін деп бірінші курстың жартысын ішіп, жақсы салмақ тастадым дағыны, басқа ем алып антибиотик ішіп кеттім. Соңғы осы жаздан кейін тағы да бастаймын деп, белімде грыжа болып, сонымен тоғыш қалып қалған еді. Осы жолы Алла жазса соңына дейін барғым келеді, барамын да. Алла денсаулық берсін. И бір жағынан маған спорт болмайды. Барсам только йогаға, потому что белдегі грыжаға, оказывается, противопоказано екен. Тараздықтар, әсіресе Тараздың тарландары, нағыз ер азаматтары. Тараз қаласында телецентр 5-ке келсеңіздер, Газо Шуз магазині бар. Ер адамдарға және қыздарға да түрлі аяқ киімдер бар. Сапалы түрдегі аяқ киімді қаласаңыз, Газо Шузға келіңіздер де алыңыздар. Сапасы мощный, качество четкий. Өзім лично камераң кішкене жақындатыңыз. Аяқ киімдерді алдым. Мен Ержігіт Асанхан тек сапалы дүниелерді қолдаймын, сапалы заттарды ғана қолданамын. Газо Шуз.